Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 23-ші сабақ. Бүгінгі тақырып қолғанатпын. Бүгінгі сабақта шығарманы түсініп оқисың, қажетті ақпаратты белгілейсің. Бірінші тапсырма: суреттерге қарап қолғанат сөзінің мағынасын біліп ал, түсіндіріп айт. Балалар, қолғанат деген сөздің мағынасы жәрдемші, көмекші, қол ұшын беретін адам дегенді білдіреді. Қолғанат үйде немесе жұмыста үлкендерге көмектесетін адам екен. Мысалы, Арман анасына қолғанат болып алма терді дегенде, Арман анасына көмектесті деген сөз. Есіңе сақта, әңгімені жазған Мәжит Сейфуллин. Ол ақын әрі жазушы, Сәкен Сейфуллиннің інісі. Екінші тапсырма: мәтінді іштей түсініп оқы. Қолғанат сөзінің мағынасын ашатын жолдарды белгілеп отыр. Қолғанат: Сәкен шаруаға ұқыпты болды. Үстін тап-тұйнақтай таза ұстайтын еді. Ағайынды жетеуміз. Сәкен бәрімізден үлкен. Жазды күні ол бізден бұрын оянады. Үй шаруасына көмектеседі. Біз далаға шыққанда Сәкен есіктің алдында жүреді. Сонан соң бәріміз мөлдір бұлақтың басына барамыз да жуынамыз. Сәкен әуелі кішкентай қарындастарымыз Рахима, Халима, Салималарды жуындырады. Шаштарын тарап өріп береді. Сонан кейін барып өзі жуынады. Біздің күндегі әдетіміз осы. Қайтадан қаз-қатар тізіліп алып ауылға қарай жүреміз. Айналайын менің ақ қаздарым деп анамыз Жамалбике есік алдынан бізді қарсы алады. Сәкеннің маңдайына сүйіп жатып, қолғанатым менің дейді. Рахима, Халима, Салималар мұнтаздай тап-таза болып тамаққа отырады. Мәжит Сейфуллин. Келесі үшінші тапсырма: мәтінге сүйеніп бала Сәкенді сипатта. Бала Сәкен шаруаға ұқыпты. Ол үйдің үлкені. Үй шаруасына көмектеседі. Қарындастарының шашын тарап өріп береді. Төртінші тапсырма: суретке зер сал. Мәтіннің қай тұсына сәйкес келетінін әңгімелеп айт. Сәкен қарындастарының шашын тарап өріп беретін. Бесінші тапсырма: қолғанат сөзін басқаша тағы қалай атауға болатынын тауып жаз. Қолғанат сөзін тағы да жәрдемші, көмекші деп жазуға болады екен балалар. Соңғы алтыншы тапсырма: үлкендердің қолғанатым менің деген мақтау сөз естетіндей үш түрлі оқиға ойластырып әңгімеле. Бірінші: Айжан таңертең ерте тұрып анасына шай қоюға көмектесті. Нанды турап, дастархан жайды. Анасы күлімдеп, қолғанатым менің деді. Айжан қуанып кетті. Екінші: Ержан аулада ойнап жүргенде атасы шаршап отырды. Ержан жүгіріп барып су әкеліп берді. Атасы риза болып, қолғанатым менің деді. Үшінші: мұғалім сыныпта тақта сүртуді өтінді. Айдана бірден барып тақтаны сүртті. Мұғалім күлімдеп, жарайсың, қолғанатым менің деді. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.